Котлеттерімізді майға қормай, осылай духовкада ерекше әдіспен, ерекше соуспен дайындап көріңіздер. Өте дәмді, әрі тойымды болып шығады. Алдымен фаршымызға блендерден өткізілген пиязымызды, болгарскийімізді, панировочный сухарик және де жұмыртқамызды, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осының үстінен 2 ас қасық ұн қосып жібереміз. Біздің фаршымыз тығыз нығыздалған болу керек. Протеинімізді осылай алдын ала майлап аламыз. Фарштарымызды осылай формаға келтіру үшін алдын ала қолымызды майлап, осылай сопақша тәріздес етіп формаға келтіретін боламыз. Менде бұл жерде үлкен 8 үштік шықты. Негізі 10 үштік шығарсаңыздар да болады. Осылай фарштарымыздың ортасынан басып аламыз. Духовкада қызып тұрған печкада пісіріп алатын боламыз. Картошкаларымызды алдын ала пісіріп алып, судан сүзіп алып, пюре қалпына келтіретін боламыз. Тұзымызды, сары майымызды салып араластыратын боламыз. Біздің сары майымыз осы картошканың ыстығына еритін болады. Котлеттеріміз толыққанды піспесе де пісіп шықты. Картошкаларымызды осылай котлет тәріздес формаға келтіріп, бетінен қойып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, үстінен осындай теркадан өткізілген сырларымызды жайғастырып, соусын дайындайтын боламыз. Бізге соусқа майонез қажет болады және де кетчуп қажет болады. Үстінен мұздай суымызды құйып, үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы соуспен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде көріңіздер. Осы соуспен жақсылап араластырып алғаннан кейін біздің дайын болған котлеттеріміздің үстінен құйып шығып, духовкада 20 минут, 15 минутқа салып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шықты. Кез келген гарнирмен ұсына берсеңіздер болады. Бүгінгі кешкі асқа жасап көріңіздер. Парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.